Сәлеметсіздер ма, құрметті авиация колледжінің студенттері. Менің аты жөнім Берікболова Назгүл Нұғманқызы, нөмірі 2 отделениенің физика пәні оқытушысы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы молекула кинетикалық теория. Сабақтың жоспары: молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидалары: диффузия, Штерн тәжірибесі, молекулалардың саны, өлшемі, массасы, заттың салыстырмалы молекулалық масса, зат мөлшері, мольдік масса, температура, идеал газ және идеал газдың заңдары. Бірінші қарастыратынымыз молекула кинетикалық теория дегеніміз молекулалық физиканың жылулық құбылыстарды, заттардың ішкі құрылымын ескере отырып зерттейтін бөлім. Молекула кинетикалық теорияның негізгі 3 қағидасы бар. Бірінші қағидасы: барлық заттар бөлшектерден, яғни атомдардан немесе молекулалардан тұрады. Екінші, бұл бөлшектер үздіксіз және хауесті қозғалыста болады. Үшінші, бөлшектер бір-бірімен өзара әсерлеседі. Келесі қарастыратын сұрағымыз диффузия. Диффузия құбылысы дегеніміз зат молекулаларының өзара араласу арқылы бір-біріне таралу процесі. Бұл құбылыс газдарда, сұйықтарда және қатты денелерде байқалады. Молекула кинетикалық теорияның негізгі дәлелдерінің бірі болып табылады. Штерн тәжірибесі. Штерн тәжірибесі бұл молекулалардың таралу жылдамдығын Максвелл 1859 жылы теория жолымен есептеп шығарды. Ал 1920 жылы Штерн оны толық дәлелдеп шықты. Нәтижесінде, яғни күміс атомдарының ағыны айналатын барабанға бағытталып, молекулалардың қозғалыс жылдамдықтарының әртүрлі екенін көрсетті. Бұл молекула кинетикалық теорияның дұрыстығын растайды. Молекулалардың жылдамдығы бізде көрініп тұрғандай мына формуламен анықталады. V тең болады түбір астында 3 бөлінген m0. Мұндағы К дегеніміз Больцман тұрақтысы, сан мәні 1,38 көбейту 10⁻23 дәрежесі, джоуль бөлінген Кельвин. Т дегеніміз абсолют температура, m0 дегеніміз бір молекуланың массасы. Молекулалардың саны, өлшемі және массасы бізде көрініп тұрғандай мынандай формулалармен анықталады. Молекулалардың саны n әрпімен белгіленеді. V бөлінген V0, молекулалардың массасы m0 тең m бөлінген n. Мұндағы n дегеніміз молекулалардың саны, m0 дегеніміз бір молекуланың массасы, V дегеніміз көлем. Заттардың салыстырмалы молекулалық массасы, зат мөлшері және мольдік масса. Бүгінгі біздің тақырыбымыз химия пәнімен байланысты, яғни заттардың мольдік массасын қалай табамыз, Менделеевтің таблицасын пайдаланып анықтауға болады. Молекулалардың концентрациясы n әрпімен белгіленеді. Өлшем бірлігі метрдің -3 дәрежесі. N тең үлкен n бөлінген V, яғни молекулалардың концентрациясы. Екінші, салыстырмалы молекулалық масса немесе атомдық масса mR әрпімен белгіленеді. Кез келген элементтің mR-ін табу үшін біз Менделеевтің таблицасында кішкентай шрифтпен жазылған, оны дөңгелектеп, салыстырмалы атомдық массасын табуға болады. Заттың мольдік массасы үлкен m әрпімен белгіленеді, өлшем бірлігі бөлінген моль. Формуласы m тең m0 бөлінген n. Зат мөлшері нью әрпімен белгіленеді. Оның екі формуласы бар. m бөлінген n, Авогадро саны, m бөлінген үлкен m әрпімен белгіленеді. Авогадро тұрақтысы, ол да тұрақты сан мәні 6,2 көбейту 10⁻23 дәрежесі 1 бөлінген мольге тең. Ары қарай бізде температура ұғымы. Температура дегеніміз термодинамикалық тепе-теңдіктегі оқшауланған денелер жүйесінің ішкі күйін сипаттайды. Жылу алмасу нәтижесінде екі дененің температуралары бірдей болады, яғни жылулық температура, жылулық тепе-теңдік орнайды деп есептейміз. Температураның түрлері: термометрлер. Температураны өлшеу үшін әртүрлі шкалалар қолданылады. Ол шкалаларды атап өтетін болсақ, қысқаша Цельсий шкаласы, Фаренгейт шкаласы, Кельвин шкаласы, Рёмер шкаласы. Ол әр шкалалардың өзіндік нүктелері болады. Қайнау нүктесі, мұздың қату нүктесі дегендей.
мысалы Америкада негізінен Фаренгейт шкаласы қолданылады. Күнделікті өмірде жиі қолданылатын шкалалар Фаренгейт шкаласы, Кельвин шкаласы. Термометрлердің түрлері. Термометрлердің түрлері сұйықтық термометрлері, сынаптық термометр, сынап өте улы, инфрақызыл термометрлер, электронды термометрлер. Олардың түрлері өте көп. Оптикалық термометрлер. Ары қарай идеал газ. Идеал газ дегеніміз молекулалар арасындағы өзара әрекеттесу күштері жоқ деп есептелетін және молекулалардың көлемі елеусіз аз деп қарастырылатын газ моделі. Идеал газ күйінің теңдеуі немесе Менделеев Клайпейрон теңдеуі мына түрде жазылады. ПВ тең масса бөлінген мольдік масса РТ. П дегеніміз көлем, П дегеніміз бізде қысым, В дегеніміз көлем, масса мольдік масса, универсал газ тұрақтысы және Т дегеніміз абсолют температура. Олардың әрқайсысын жеке-жеке параметрлерді түрлендіріп, әрқайсысын жеке-жеке табуға да болады. Идеал газ заңдары. Идеал газ заңдары Бойл-Мариот заңы, Гей-Люссак заңы және Шарль заңдары. Балалар, бұл жерде егер температура тұрақты болған кезде газдың қысымы мен оның көлемі мынандай формуламен анықталады. P1 V1 тең P2 V2. Бұл заң Бойл-Мариот заңы деп аталады. Келесі сұрақ. Гей-Люссак заңы. Гей-Люссак заңы қысым тұрақты болғанда газ көлемі температураға тура пропорционал. Үшінші Шарль заңы формуласы көрсетіліп тұр. Бұл процесс көлем тұрақты болғанда газдың қысымы температураға тура пропорционал болады. В1 бөлінген Т1, В2 бөлінген Т2. Мұндағы П деген қысым, В деген көлем, Т деген абсолют температура болып есептеледі. Осы қысым және көлем температура параметрлерінің арасында жүретін процестерді изопроцестер деп атаймыз. Жалпы қорытындыласақ, заттар бөлшектерден тұрады. Олар хаосты қозғалыста болады және олар бір-бірімен әсерлеседі. Макроскопиялық қасиеттері қысым, көлем, температура, бөлшектердің қозғалысы және әсерінің нәтижесі. Пайдаланылған әдебиеттер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.